Қазір менің шоуымда тұрысымен отыруға қалай қарайсыз? Жоқ, келіспеймін. Никак. 500 мың теңге қазір наличка санап беремін. Просто тұрысымен отырасыз болды. Жоқ. Ей, шоудың аты қайда? Сал жаздырып қой ақша берді. Сүйетін жерде біз істеп қойғансың ғой, короче. Нахуй өмір сүріп жүрсіз. Жалауға қалай қарайсыз? Амилай ұнайды дейді. Амилайды шақырамын. Алло. Қалай дейді сол аманшылық? Шүкір, брат. Менде барлығы жақсы. Не ма? Алматыдасың ба? Алим Тахиға бір шапалақ берсеңіз, сонымен арманыңыз орындалады ма? Ал ендеше қонағым үйге келіп тұр екен уже. Күтіп алуға бара жатырмыз. Ал ендеше ана жерде аяқ басатын жер қалмапты ғой. Қанша адам болып тұрып жатыр ғой үйде. Так, бисмилля. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Кірсеңізші. Аманшылық. Бүгін бізде қонақта белый тигр. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бірақ біздің үйге кірмей тұрып, правилалар бар. Не правила? Сол правилалармен таныстырып жіберейін. Егер ол правилалар сізге өтпесе, дәл осы жерден қош айтысуға тура келеді. Вот. Бірінші правила мүлдем ренжуге болмайды біздің шоуда. О, жақсы екен. Ренжсе не болады десеңші? Не болады айтшы? Көттен тебеміз. Ой, бля, жас Как раз андай 3 күртуфли киіп алдым. Әдемі кетсін деп ше. Саған жас бол емес көтті деп Өмір ғой. көреміз болды. Екінші правила, сізге алдын ала ескерттік. Маған сыйлық алып келу керек. Болды? Алып келдіңіз ғой? Иә. Ол сыйлығыңыз маған егер ұнайтын болса, 50 мың теңге аттым. Ол зор ғой, әдемі. Үшінші правила, ең көп айтатын сөзіңіз қандай негізі? Шеше. Шеше. Шымкенттенсіз ғой. Иә, шеше. Онда үшінші правила, шеше дейтін сөзді мүлдем қолдануға болмайды біздің шоуда. Онда қиын болды одан. Білесіз ғой не болатынын? Иә. Не болады? Көтті деп Болды. Ал ендеше, көндіңіз ба? Иә, конечно. Добро пожаловать. Ренжімеңіз. Болды. Хатамын көтіпті ғой. Ескерде тұрады дейін ғой. Ескерде адам сәл болсаңыз, сақтап боламыз, көзіміз. Ал белый тигр, біздің үйге қош келдіңіз. Қош көрдік. Бұл жаңа программа. Бұл программаның аты... Программаның атын қайда? Жаңа ақша беріп жаздыртқан едік қой. Бәсе, біздің шоу жаңа. Бұл бірінші выпуск. И шоудың аты Аян берді. Негізі оның мағынасы өте көп. Кім қалай түсінгісі келсе, солай түсіне береді ғой. Қазір не үшін етіп айтқанын түсінетін боласыз менің. Не берді Аян? Түсінбедік қой. Негізі қандай жерде шоу өтіп жатыр, шоу деген студияда өтеді ғой деп ойлап та қалған шығарсыз бәлки. Енді осы үйдің бірінші қонағы сіз болып отырсыз. Ал ендеше қош келдіңіз. Қош көрдік. Ал ендеше бастайық. Бұл шоу енді қашан шығады ютубқа? Примерно бұйырса ғой. Бұйырса онда қанша уақытта шығады? 2-3 күнде шыққан ма? Бір аптада шыққан? Қашан шықсын? 2-3 күнде шықса дұрыс болады. Тағы не істейін? Білген істесін. Мынау бірінші выпуск болғаннан кейін міндетті түрде маған ату керек болып жатыр. Ату үшін бір трэш керек қой бізге. Қазір сізге ұсынысым бар мен. Қандай ұсыныс айтшы? Қазір келесі сөздерімді көңіліңізге алмаңыз. Өзіңіз білесіз қай қалатыңызды. Қазір менің шоуымда тұрысымен отыруға қалай қарайсыз? Жоқ. Келіспеймін. Никак. 570 теңге. Жоқ. Болмайды, ақша алдамыз сатпай. Бүкіл халықтың алдына шығады. Тұрысымен отырмайды жүрмін. 100 мың берсе не ғой? Не болады 100 мың? 50 мың. Жоқ. Соңғы. Қазір 150 мың теңгеге адам өлтіруге болады. Ана бұрын мышық көтін көрсетпейді дейтін еді ғой. Қазір заман басқа. Реально көрсетеді 150 мың. Ақша беріп тұрғылады ғой. Ойлаңыз, 150 мың. Ойлашы қазір бір жарты сағат отырасың ана жерде тұрысымен. 150 мың нал санап беремін. Мен 3-4 сағат отырып 750 мың теңге таптым. 750 мың теңге. 250 мың. Жоқ деймін. Ол басқаңыздар айтса. Наличка, бірінші ақша беремін. Оны маған емес. Оны ақшаға арнамызды сатып жүрген адамдар айтса, қыздар айтса. Негізі 500 мың теңге дегенде адамдар ше
бір ай жұмыс істеп табады білесіз ба? Иә. Оны тапқандар табады, таба алмай жүргендер қанша? Мен 2 аптада табамын. Соңғы ұсынысым Айтшы. 500 мың теңге қазір наличка санап беремін. Просто трусымен отырасыз болды. Жоқ. Жоқ. Ей, Түсін десік емес па? соңғы ұсыныс. Жоқ. Ей, Жоқ. ей, Жоқ. ей, Жоқ. точно? Да, конечно. Салдым. Замок жабам. Жабам. Болды. Негізі жаңа тоже ақша беретін болса да Реально айтып отырмын ғой мен. Не аламын алда? мен ашын енді шоу болған қайшы үйме салып ашын өте не қылып жатқан шығар ғой. Тағы бір нәрсе айтайын ба? Поздно уже. Ой қайшы ұйықтаймыз көтіп ұйықтаймыз басқа ана жоқ. жаңағы ұсыныс шынымен реально болса 500 емес 600 бер. Түсінбей отыр. Поздно. Көргеніңіз түс болды. Давай мен тағы бір ұсыныс айтайын. Айтыңызшы. 100 мың беремін. Туалетте отырып интервью аламын. Жоқ. Туалетте кәдімгі унитазда отырып қой. Қалай отырғыңыз келсе де? Жоқ. Ұят болды. Бүкіл халықтың алдында шығады дерсің. Біздің шоу ерекше. Яғни Дерсің не? үйде аралап жүріп интервью аламыз да. Қазір кроватқа барып жатуымыз мүмкін. Қазір тамақ істеп атып түсіруіміз мүмкін да. Андай правила жоқ бізде. 200 мың беремін туалетте отырып не интервью берсеңіз. Қалай көрсін? 300 мың. 400. Ай, диванда 400 да. Диванда жатып алайын. Телефон шықлап отыр. Соңғы ұсыныс 500. Жоқ. Ал ендеше интервьюімізді бастайық. Бастайық, иә. Түнде әйтеуір ұйқыңыз қашып қалмасын. Есіңізге түсіріп мына. Бірінші сұрақ. Қазір енді мировой державалар көріп отырсыз. Иә. Бірінші орында Америка тұр, екінші орында Россия тұр, үшінші орында Китай тұр дегендей. Енді Китай қазір нейтрально өзінің бағытын ұстанып отыр ғой. Бірақ Путин мен Трамп кішкене сөзге келіспеушілік болып жатыр. Осы жайлы ойыңыз. Осы жайлы ой болғанда мен саясатқа дым қатысы жоқ. Әлі өз жұмысын жасайтын. Мен саясат бастап отыр. Болды. Короче, сұрақты сәл жеңілдету керек десеңізші. Не қыласың? Саясатқа не қыласың? Мен бір нәрсені байқадым. Не? Қазір мынау таяу шығыста соғыс болып жатыр. Көріп отырсыз. Иә. Сөйтіп ол соғыста сондай үлкен қарқынмен жүріп жатқан себебі Қытайға сеніп отқан сияқты. Ал Қытай Ресейге сеніп отқан сияқты. Ресей, конечно, Қазақстанға сенеді, қасында болғаннан кейін бізде уран бар, мұнай бар, дұрыс па? Иә. Ал Қазақстан кімге сенеді? Шымкенттіктерге сенеді. Шымкенттіктер, Ал бүкіл шымкенттіктер сізге сенеді екен. Енді осы жайлы ойыңыз. Не айтамын енді? Саясатқа дым жоқ, қатысым жоқ. Енді саясат ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Менің ойымша бұл сыртқы саясат. Иә, сыртқы. Енді біздің программада ішкі саясатты талқыламаған дұрыс. Иә. Енді нүктесін қойып бір ойыңызды қорытындылап жіберсеңіз келесі сұраққа өтейік. Маған похуй конкретно. Елім аман жұртым тыныш болса болды. Қазақ халқы похуй жүрсе болды. Соғыс болмаса болды бізге. Не olsun бастап. Қысқа қайректі болды. Ұзын сөзді қысқасы болса. Қарның тоқ па, киім өтің ба, қалсын әдемі. Тыс жүріп өтсеге саясатты қозғалды. Енді жас бала емеспіз. Иә. Ашық сұхбат бізде. Иә, айта бер. Кез келген сұрақ қоя берсек болады. Ренжімейміз деп келісіп. Жоқ, иә. Мужикпіз ғой. Мужиксіз ба? Конечно. Онда как раз осы бойынша бір сұрағым бар. Айтшы. Қызыңыз бар ма? Қызым. Кезінде болған, бәрі Ивановты далбан болған. Шыны керек. Осы күнге дейін неше қызбен жүрдіңіз? Енді неше қызбен жүргенде 5-6 қызбен жүріп, бәрі Ивановты далбан болды. Алдым. Ақша үшін жүрді, атағым үшін жүрді деген сияқты. Ішінде бәрін жақсы көрген қызыңыз болды ма? Иә, жақсы көрген қыз болды ғой. Жұмысқа шығып кетті. Аты кім? Атын айтпай ақ қой, еласты. Айтшы. Айнұр.
Айнұр. Көп қала береді екенсің, иә? Қызы болыпты болмағаныңа шүкір. Қазақстан сыгырады. Қазір Айнұр қайда? Жатқан соң бай құшақта. Сақ қойып дегізбей. Қызғанбайсыз ба? Жоқ, кеткен қыз кетті ғой. Қуған жетпес, бұйырған кетпес дей ма не дейді? Айнұрдың нөмірі бар ма сізде? Бар делік ал. Дәл қазір Айнұрға звондасаңыз, и просто мен сені әлі жақсы көремін деп айтатын болсаңыз, 100 теңге беремін. Қой, ертең шпалаз бар ма? Күйеу ұрмытып қоймады. 17 мақтап жүрмес. 200 мың. Жоқ, просто ұятмады ғой. Байың қасында жатса түнде сені жақсы көремін деп тұрсаң, байы тұрса кім ол деп тұрса, оны ұрмытып қоймасын осы. 500 мың. Алматыда тұрады. Жоқ. Мә, 3-ші рет уже. 3 күн ұйықтаймай қаласыз ау осы. Жоқ. Ескі махаббатта бекер айттыңдар. Ескі жараны аузында тоңдырып бастаған өткен күніңді айбей деп қойсын. Қызбен жүруге желание бар ма? Енді нормальный қыз болса, конечно, желание бар. Менде бір қыз бар. Таныстырайын ба? Давай танысып көрейік. Хиджабта, сұлу, блогер. Әдемі, блогер. Жақсы же таза, зата хайп істейтін таза. Кім ол айтады? Онда қазір интервьюдан кейін нөмірін беремін. Жайлап өзің движение жасап көресің ғой. Давай көрейік. Сөйтесіп көрейік. Сынбайтын, айтады, сынбайтын қыз жоқ дейді, сындырамайтын жігіт көп. Қолмен келеді, сындырып аламын. Байқамайсың ба, бәрі идеальный болып кетті ғой. Бірақ бір минусы бар оның. Айтшы. Үйленгеннен кейін зейін қойып, жан-жақты қарап жүрмесең, 20 миллион доллар кетуі мүмкін. 20 миллион доллар көтереді. Соған ақ қоймыз. Кім болды ол? Құрсын ондайларды құдай сақтасын. 20 миллионға мен сатып жүреміз, жүрегімді ба? Осы сұрақтардың айналасын соңғы қорытындылайық. Қашан үйленемін деп ниеттеніп отырсыз? Алла қаласа осы 2026-да. 2026-да? Алла қаласа да, конечно. Онда тағы бір ұсынысым бар. Айтып көрші. Осы Рамазан айының соңына дейін үйленетін болсаңыз, әйеліңіз екеуіңізге Мальдивқа менен жолдамам. Ал қыздар енді, мен сияқты сұлу жігітке сіздерге возможность бар. Екеуміз барып Мальдивте қыдырып қайтпадық па? Бір апта бітті, кайфы бар етеді. Теңізде бір топырақта жатпадық па? Құмда ойнап, жаным күнім деп қойшы. Барлық жерден сүйгіргім деп. Сүйетін жерде сүйем, сүйетін жерде істеп қойғансың ғой. Қыздар, құрметті ардақты да сұлу. Мен ойнап айтып отқан жоқпын. Егер реально белый тигр Рамазан айының соңына дейін үйленіп кететін болса, менен 2 адамға Мальдивқа жолдама. Ал ендеше бақтарыңды жіберіп алмаңдар, астында белый тигрдің инстасын белгілеп кетемін. Келесі сұрақ. Ешкім білмейтін бір құпияңызды айтыңыз. Менде ешқандай құпия жоқ. Айтатын. Қойсы. Серьезно? Қайтса егер. Серьезно? Қойсы. Еркекше айтамын. Білемін ғой. Қандай құпия айтып көрші. Көзімнен көріп тұрмын ғой жаңа. Бауырым. Мен білемін ғой, сеземін ғой, бауырым. Кез келген еркектің бір сыры бар ғой. Менде ешқандай сыр жоқ. Ашық адамбыз ғой. Ей, бауырым. Мен саған бір сырымды айтамын. Ал айтшы. Бірінші сен айт. Шынымен айтамын. Жоқ. Хотя құлағыма. Шынымен айтпаймын. Жоқ. Серьезно айтамын. Жоқ. Қарсы ғой, жылағым келіп жатыр ғой. Жоқ. Жүректі ауыртатындай болып тұр ғой. Жоқ. 20 мың. Менде ешқандай құпия жоқ. Не? Бір өзі ақша шығарып, сен де қоймайды екенсің. Шорың Жоқ, фарқаты мен ғой. саған көшеде ән сатып тұрған қыздар сияқты не қыласың? 10 мың, Қойшы, 20 мың. қойшы айналайын. Құлағым айтасың. Жай, ешкім дейсің. Жаным. Айтшы. Жөңіз. Серьезно? Не ойлап 30 мың. Жоқ қыз. 30 мың. Құлағыма. Ешкімге айтпаймын. Жоқ, құдай сақтасын. Жоқ. 30 мың болды. Ана ақша сенікі, менікі емес, алмаймын. Құлағыма. Ешкімге айтпаймын.
қалай? А? Жөндеп айтшы, бля. Жоқ, есімей қалдым мен. Кәдім. Анилай ұнайды дейді. Не қылды? Қатымсың, мен айтып жатырмын ғой. Жұртқа. Ренжіп қалдың ба? Ренжіп жатсың ба? Одан не көреді демесің сол дұрыс. Ол қыз болғанда ауыстырған. Россия. Ренжіп қалдың ба? Өтім дұрыс болды. Шақырайын ба? Жоқ, қосты. Шақырған дейсіз. Настроение көтеріледі ғой. Жоқ, құдайсың. Оразада қосты. Сен не ойлап жатсың? Просто әшейін ақыры жақсы көрсең, вживую таныстырып жіберейін деймін. Жоқ, қосты. Ей, нөмір бар менде. Не қылам ба? Сенбей тұрсың ба? Иә. Міне, Шатшы. міне. Зор ғой, 701 деп саған. Че там? Звондайын ба? Сөйлесесің ба? Онда тағы бір ұсынысым бар. Айтшы. Амилайды шақырам. Аха. Ерінен сүйетін болсаң, Аха. 20 мың теңге бер. Ой, қорқырсын. Қатым сапыш. Бүкіл. 100. Жаңа қатым сол айтып. Қорсын. Ешкім көрмейді. Айтшы. Серьезно айтамын, шақырам да, камераға емес, ана жерде. Әшейін ерінен бір рет дейсің болды. Қол қалуы еркін еркін шешкен. Ұнай ма? Жоқ. Жаңа не деді? Жоқ. Басқа нәрсе етмесем, неге жібердің ғой? Әшейін дейсің болды. Серьезно айтамын. Мужик сказал, мужик сделал. Жоқ па? Мысалы, басқа нәрсе еттім. Қыздар келіп, сен амылайды қозғап кеттің ғой. Алды. Алло. Қалай денсаулық, аманшылық? Шүкір, брат, менде барлығы жақсы. Не ма? Алматыдасың ба? Қолың дос па еді? Өтсе бір тема бар еді. Өз серьезно айтамын. Қояр, қорысылар, сен кетсің бізі? Несі болсын? Таксиңді төлеп берем. Қой. Серьезно? Ал берем. Қанша уақыт көрсетіп тұр? Ага. Давай. Тез, асығыс бізе. Ей, че там? Жестов, жер. Ей, Қорысылар. дүрілдеп атсың ба? Жер. Бақыттысың ба? Жоқ. Че там? Жоқ, жестов бәрін. Төрт көріп бердім. Уборжаға барып бердім, уборжаға. Қазір программадан кейін расчеттаса береміз, жарай ма? Жоқ, мен уборжаға Или тегін ба? Ойбай. Или осымен халасып ал, ақша бермей қойын ба? Осымен халасып ал, ақша бермей қойын ба? Жоқ, Керек емес па ақша? От души есілше хабарласып тұр. қалыстым. Уборжаға барып бердім, просто әшейін. Енді біз ашық сұхбат болып жатыр. Қыздар туралы айтып жатырмыз, атап жатырмын лифті, арманыңды орындадым дегендей ғой көреді ше. Жалпы жалауға қалай қарайсыз? Қорсын. Мороженое ба? Мороженое жалай бересің ғой, еуш. Біліп тұрсың не айтып жатқан? Жоқ, қалайсың? Жас бала емеспіз ғой, біліп тұрсың не айтып жатқан? Че там? Жоқ. Әлі жазып болған жоқ, жазып берсін сол кезде мороженое. Ал, сүйреміз. Нені айтып жатсыз өзі? Мороженое. Мороженый? Жалау деген ту ғой. Біз жаңа бір саясатты айтып жатқан жоқпыз ғой. Бәсіш. Біздің туымыз, жалауымыз өтпей ма сізге? Өтеді, қазақ болған жоқ, өтеді ғой. Сіз не ойлап отырсыз? Басқа нәрсе. Жаман ойлар мазалайды мені Шүкір болады. Рамазан ай бірдеңе деп қалдыңыз ғой. Соны айтамын да. Неге айттыңыз? Айтып, жаман ойлар мазалайды мені. Түттің жарымында. Енді сіз Қазақстанда атақты, бұйыртса уже СНГ-ге шығып жатқан сондай бір өзінше ерекшелігі бар мен деген блогерлардың бірісіз. Енді блогерлар менің байқауымша камерамен жиі жұмыс жасайды, телефон қолынан тастамайды дегенде ғой. Сіздің телефоныңызда видео фото көп па? Да. Көп деп айтамын, бар енді. Ama görmüş vardı. İçinde адам баласы көрмеген және сіз көрсетпейтін да бір фото или видео бар ма? Onda video mu? Ne? Естесіңдер ғой.
бір бірге біз ақша шығарып кетейік. Ту! Сол фотоны көрсетсең, фото ма, видео ма ол? Жөн мен мамай. Көрсеттім ғой. Болмайды па? Болмайды. Бар ғой дұрыс па? Иә? Иғыласын. Иғыласын алшы. Просто білгімге бар. Бар жоқ па? Менде ше, 100-ге фото видео бар. Любой қыздар, любой еркекте бар ғой. Фото ма, видео ма? Фотода бар, видеода бар. Че там? Видеоны көрейік па? Видеоны көрейік та? Бір бірге біз ақша шығарып ақшаны мен сатып алмақшысың ба? Пау! 40 мың. Жоқ. Қазір көрем, болды. Жоқ деп алдым ғой, онда. Болмайды ақшаға не болды осы? Жаным, ақ көңілсің ғой, ботам. Телефоныңа өткізіп алғансың ғой. Короче, на видео 3 миллион просмотр жинайтын болса, на видеоны таратам. Офигеть, на видеоны көрсеңіздер же. Сен несің дұрыс па? Неме таратады? Ебать, даже жанам миына қонбайтын нәрсе ғой. Фантазия өрегесіне. Қалтамда қуасымсың? Ой, 3 миллион жинамайды. Соңына чын дәл жеше. Ой, 3 миллион жинамайды. 700 километр тастап келіп жатыр. Сендер. Жинамайды дейміз 3 миллион. Қуасың ғой? Қалай новый выпуск? Ондай білгенді мен телефонда Прикинь, қосатсың. YouTube каналында бірінші видео. Қалай ол 3 миллион жинап кетеді? Ойлансайсың. Мен әдеге жинай алмайтын цифр айттым ғой. Таратпайын, дым уайымдамасайшы. Жинамай, уайымдама. Жинап болып қалды, сонда болып қалды. Ой, жинамайды деймін. Дым уайымдамашы. Құрметті де ардақты Белый тигр мырза, келесі сұрақ. Нахуй өмір сүріп жүрсіз? Нахуй өмір сүріп өзің де білмеймін, жүрмейші. Ізденіп салмай тұр. Істені бір тірлігіп жүр, жасым отсың кезде де. Солай. Істеген ештеңем жоқ дейсің ғой. Мен мысалы ше. Естің? Мен емес. Вообще Амилайды ешкім сүймеген ғой. Достижение ғой. Жоқ, қосын. Не, байт нәрсе ол. Қой, қосын. Серьезно айтамын. Мен өрді ғой, мен бұрыс плашын. Даже андай қазақта мақал бар ғой, білесің ба? Амилайды сүймепсің, мына өмірді сүрмепсің деген. Біраз аш. Мықты емесің, фантазия мықты емесің. Жоқ, мен айтып жатқан жоқпын. Өрді қуандың ғой мен. Қандай амылдан тілін жүріп не қоймадсың? Бір камера түсіру керек пе? Камераны түсіру керек. Тілінді жоқ қой. Сөйте саламыз ба? Не қоймадсың? Секунд. Бар ғой кадрлар. Бар ма? GoPro түсірді. Че там? Көрсетші. Мен қазір онда былай. 3 миллион просмотр жинаса соны. Жоқ, қазір көрсетсем, ертең шына интервьюға салып жүрем. Просто уәде бердім ғой мен самайым деп. Қазір саған көрсетемін да, бірақ көрсеткен үшін қосып жіберем, короче, кадрда. Или сенесің да, мойындайсың да қазір. И қоспаймын. Ойындайсың ба? Мойындайсың ба? Қақта мойындайсың. Істемелі түріп қалай мойындайсың? Өч. Негізі, мына үй ұнамайды маған. Неге? Көп естеліктерім бар да меніңше бұл үймен. Егер мына үйді саған не үшін керектігінше күшті ответ айтсаң, мына үйді саған подарить етемін. Бұл еді ма? Қыздар жалдап дегіз. Қыздар жалдап тұрамын. Қыздар жалдап тұрамын. Қыздармен бірге жалдап тұрамын деп отырмын өзім. Қыздармен бірге жалдап тұрамын деймін, осы квартираға. Мысалы, осы үй өз атында болса, қыздармен бірге жалдап тұрамын. Оны нахуй жалдап тұрасың, егер үй сенің атында болатын болса? Зато қыз деген қызық қой айналайын. Қыз деген сіз қой дейді. Сол сіздің біз атын Бексұлтан деген жігіт біз қойдық қоясың ғой. Жатам мені біліп жүрсің. Енді негізі сіздің есіміңіз нарықта блогер ғана ретінде емес, Дон Жуан, любой қызды сындыра алатын, сондай қыздан қыз қоймайтын жігіт деп тарап жүргенін естідім. Олар кім айтып жүр? Бүкіл халық айтып жүр ғой. Ну, солай болсын дейік. Даже сіз қазір курс шығарып сатсаңыз осы жайлы, скорее всего,
байып кетесіз. Осы жайлы бір ойланып көріңіз. Ал енді тағы да бір естуім бойынша, сіз сөзбен емес, іспен дәлелдейтін кісі деп естідім. Сол біз енді баламыз ғой, енді артыңыздан келе жатырмыз. Маған қазір бір лайфхак көрсетіп, қыздармен қайт бірінші танысып, тез сындырудың жолын көрсетіп жіберсеңіз. Давай, мені қызды елестетейік. Сіз өзіңіз болып ойнаңыз да, мен сындырыңызшы. Бірінші танымайтыңыз мысалы танысасың, білмейді, девушка қаласың деп ше. Сен шашыңа шығып жүрсің ба? Что там девушка деп ше. Жоқ, сіз бүйтіп примерно деп емес, конкретно мен қызды елестетіңіз да, и мені сындыра алсаңыз, 10.000 теңге берем. Қосып өспесін? Мақұл. 20.000. Мені бірақ сындыру керек. Мен кәдімгідей ғашық болып қалатындай, яғни сол сіздің маған айтқан сөздеріңіз қолданып, басқа қыздарды сындыра алатын болуым керек та. Қазір сіздің ученикіңізім ғой мен типа. 20.000 сіз егер сындыра алсаңыз. Девушка қаласың деп ше. Сіздің шешеңізге мен сияқты сұлу күйеу бала керек емес па деп Өтпеді. Қалай енді бір жерге барып тамақ ішіп қайтсақ, есентайдың үстіне мысалы рилс картын. Тамақты өзім ақ ішіп жүрмін. Ой, тамақ. Өзің ішкен бөлек, мен ішкен бөлек рилс картында бүйтіп соқтырып қойып кофе ішіп отырсақ. Рилс картының қаншасыншы этажында ресторан? 30. Что-то. Әдемі вайп бөтше, қол ұстасып отырып ше былайша. Айналайын, сен сияқты қатыным болса, аспандағы айдаһар қолым жетпейді айдап ше. Өтпеді. Жоқ, кәдімгі сындырып алсай мені. Жоқ, 20.000 керек емес па? Жерде жатқан 20.000 жоқ. Сындырып алсай. Өтпей жатыр әңгімеңіз. Неге? Если что, қалсаңыз, сіз iPhone 17 әперсен қалай бересіз? iPhone 17 әперсен, ашын, жақынырақ танысайық. Кейін көрсетіп алып бересіз, что? Өзім итак 17 ұстаймын ғой. 17 кішкентай әйелмен дәуін әпереді. Бір терем айтты. Кішкентай әйелдер ұнайды ғой. Кішкентайлар. Любой нәрсенің үлкен болғаны зор ғой. Единственное. Жетпеді. Сен что-то андай алып келесің сен, а? Безбетер алып келесің сен. Жоқ, өтпей жатыр. Алсынбайсың, телефон басынбайсың. Мен қолымнан келген осылай кәкірдім. Номеріңізді берсеңіз, танысып сөйлесіп керек бір айтқан. Осы тиктокқа кіріп. Ал ендеше келесі сұрақ. 1 миллион теңге или мен қазір қыз әкеліп беремін. Біреуін таңдаңыз. Қызды жинады, 1 миллион теңге. 1 миллион теңге берсінші, қыз любой қызды әкеліп алса. Анау, Амила. Түрі құрсын. Айтқан бәрін істейді. Мен өзі маған ғашық болды ғой. Алда айтқан ғой, железі бір сақал жігіт біз сақал көріп, маған ғашық болып қалып жүр ғой құрсында. Да утра. Нет, аш. 1 миллион бере берсең не аласың? Ұзын сөздің қысқасы. Көп сөзді өтпек. Нөмірімді ақ беремін. Солай керегіміз. Айтып отырмын ғой мен. 1 миллион теңге болса, Николет шақыр болады. Мақұл. 1 миллион теңге или Николет? 1 миллион теңге бере берсем өзім шақыр боламын. Николеттің нөмірі бар ма? Ешқашан араласпай болдым. Дәл қазір ішке Николетті шақырып алсаңыз, мен 1 миллион теңге реально санап беремін. Қазір айттыңыз ғой, Николетті өзім ақ шақырып алған миллион болса. Еркекше миллион санап беремін. Николетті дәл қазір ішке келтірсеңіз. Сендер жоқ болған екен, жеке өзім шақырып аламын да ғой. Жұртқа бүкіл камераға қосып болмайды да. Камера бәрі жинастырып тастаймыз. Балдар бәрі шығып кетеді съемочный группа. Бәрі шығып кетсеңізші, сен миллион не аласың? Ұзын сөздің қысқасы. Жоқ, Николет мына жерге дәл қазір келсе, 1 миллион теңге санап беремін. Сен айттың ғой енді. Берге кесе деген адам болған жоқ қой, сен айттың. Жоқ, шақырып аламын дедіңіз ғой сіз. Шақырып аламын, не? Шақырсыз, бір шақырып алыңыз, еркінше беремін. Ал бір нөмірмен хабарласып еді. Солар өшіп кеткен қосылым деген. Короче, шақыра алмады ғой. Келесі сұрақ. Телефонда жүргендік өзі. Маған
1 миллион доллар табуға болатын бизнес идея айтсаңыз, жылдың соңына дейін бір жыл сізге 1 миллион теңге беремін. ол үшін киімдер сату керек қой саған. Аяқ киім, шалбар, спортивті сату керек қой саған. Дәл қазір Қымбат киім. аяқ киім, шалбар сатып, 8 айдың ішінде 1 миллион доллар тапқан адамға хабарлассаңыз, сізге 1 миллион теңге санап беремін. бір братан бар. Астанада бір дара деген. Ол кісі ұйықтап жатқан ше қазір. Мақұл, давай басқа бизнес идея. Басқа бизнес идея. Болмаса ауылда арпа бидай егесің, содан ақша көп түседі. Өзім ауылдың жігітімін ғой. Мен қалап тұрамын ғой. Алматыда тұрып істеуге болатын бизнес идея айтсаңшы. Онда шеше, оған онда. Алматы дейсің бе? Алматыда көп қой мысалы, қауын барып сат. Көп қой. Қайқында ғой мен қауындарымызды қазір. Ой, Жетісайда жатыр, Жетісайда жіберіп жатыр бияққа. Қазір маған бір фора жетісайский арбуз тауып беретін болсаңыз, 1 миллион теңге беремін. Тауып беремін, шағырайлады, иә. Болды, хабарлассаңшы. Звонда? Қазір. Қазір ба? Түннің жарым болып қалды. 1 миллион керек емес па? Керек. Ауыз бекітіп отыр ғой біз. Как раз оя ауыз бекітіп жатыр. Ауыз бекітіп. Негізі бүгін марттың 6 март екен білесіз ғой, иә? Негізі, давайте. Бір фора арбуз тауып берсеңіз, жетісайский, 10 миллион теңге беремін. Арбуз. Хабарлассаңшы. 10 миллионды санап бересіз. Қазір өспейді ғой арбуз. Июльде өседі ғой жазда. Түсініңізді? Осы жерде болып тұр ғой заморозка. Бәсіз. Қыста жоқ қой арбуз, қайқынан арбузы. Солай тишпәсің, телефоннан алып десің. Енді жігітпіз. Иә. Не дейді? Бірдеңе тіреспей, бірдеңе переспейді дейді ма? Сонда бар еді ғой. Любой жігіттің бір өзінің андай ұнатпайтын, да жек көретін, бір жерде ақсығап кеткен ситуациялар болады ғой, дұрыс па? Иә. Жігіт болғаннан кейін өмір ғой бұл. Иә. Сіздің ең жек көретін адамыңыз кім? Класстасым болды, атын айтпаймын. Класстасым. Не істеді ол? Біраз нәрсе істеді ғой. Енді класстасқа тиіспей қойып. Сіз өнерде жүрсіз. Иә. Иә? Өнердесіз, таныстарыңыз көп, фанаттарыңыз көп, әркіммен селбесіп, андай бірге жұмыс жасап жүрсіз ғой. Иә. Осы блогерство, актерство, жалпы өнер саласында ең жек көретін адамыңыз. Жоқ, айтпаймын, не қыласың? Ол бүкіл Қазақстан таниды ғой. Айтшы. Ұят болды. Айтшы. Не қыласың? Сіз ешкім айтпаймын, бәрін айтып отырсың? Ому. Стуқа жегізіңіз, что-то. Ей. Айтшы. Болды, все. Ақшам қалдырмайтын 10 мың теңге беремін. Айтшы. Құлағыма. Ешкімге айтпаймын. Ей. Камераны өшірейік онда айта салсын да. Иә. Бірақ 10 мың теңге реально сіздікі. Кім? Құлағыма. Алиин Тахи дейді. Сіз стуқа жегізіңіз, Ей. Ренжімеңіз. Маған нашоуды атқызу керек. Білесіз ғой, көңілге алмаймыз. Біз жігітпіз ше. Білесіз ғой, не істеу керек деген. Алиин Тахи деңіз. Ал соңғы сұрақтардың бірі, арманыңыз қандай? Алиин Тахи жақ қойды, сөзі де өтеді. Шапалық. Бір жіберу, шапалық. Шақырыңдар осы. Сонда Алиин Тахиға бір шапалақ берсеңіз, сонымен арманыңыз орындала ма? Сон қайтам, Шымкентке. Болды. Ал ендеше мен сіздің арманыңызды орындағым келіп жатыр. Негізі біздің шоудың форматы сондай. Мен әр келген қонақтың бір арманын орындаймын. Енді сіздің арманыңыз Алиин Тахиге бір шапалақ беріп жіберу керек болса, оны мен орындауға тырысып көрейін. Бірақ менде де бір условие бар. Айтыңыз. Егерде осы екеуміздің интервьюіміз 1 миллион просмотр жинайтын болса, мен Алиин Тахиді келесі выпускқа шақырам. Бірақ оны шапалаққа көндіріп берем деп айтпаймын. Әйтеуір интервьюға шақырып берем, осы жерде кезде сізді шақырам. Әшейін жолықтырып берем, шапалағын бере аласыз ба, бере алмайсыз ба, өзіңіз көресіз. Енді ол
қазақша шбт да артық кетіп қалды, одан кейін тиктокта да бір екі рет артық кетіп қалды, дапшы кетіп қалды. бір келіп алдынан келіп бір сөйлесіп шапалақ бір да что то сен что то дапшы кетеді кейін жауап берсін деп. Егер осы жаққа выпускқа келіңіздер чемодан шығып келемін айтыңдар, если что. Ал ендеше сондай зрелище көргілеріңіз келсе, мына видеоны атуына себепкер болыңыздар, подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, бір-бірлеріңізге жіберіңіздер. 1 миллион просмотр болған күні Алин Тахиді осы жерге выпускқа шақыратын боламын. Ал ендеше аманшылықта жолыққанша баршаңызға рахмет. Мә, выпуск зор шықты деп ойлаймын. Енді ертең көрермендер бағасын берер. Таңғы сағат 5:30 болды, жаным. Мен жатып ұйықтайын, қайтайын. Болды, жақсы. Рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Аманшылықта жолыққанша. Если что, үй осы, бірақ үйге келетін болсаң бір хабарлас, Рахман? Жақсы. Айтпақшы, мен подаркым қайда? Есте жоқ. Жаңа алып келдім деп отқаным. Есте жоқ. Жоқ па? Жоқ. Егер 1 миллион просмотр жинағанда ше, Алиді шақырамын ғой. Сол кезде алып келесің ба? Конечно, алып келемін сол кезде. Точно ма? Точно. Нормальный подарок алып келесің ба? Конечно. Сол кезде алдын ала айтқан кезде есім шығып кетті. Болды. Жақсы. Аманшылықта онда жолығсын. Бұйыртса, 4 көзіміз түрен, аманшылықта жолықсаншы. Давай. Айтпақшы, бір нәрсені айтуды ұмытып кетіппін ғой мен. Ей, давай, қайт. Бір нәрсені айтуды ұмытып. Бір нәрсені, яманым, кіріп жатқанша, бір нәрсені айтуды ұмытып кетіппін ғой. Осы интервьюден Instagram, TikTokқа отрезктерін салып, ең көп просмотр жинаған адамға 100 000 теңге аттым. Ал ендеше, осы шоудың атуына себепкер болыңыздар. Болма? Мен ашын ойлап айтқан. Ойлап отырмын. 500 мың, 600 мың алып кете ма деп шоу. Ойлаңызшы. Түрсемен отыруға көңгенде 500 мың алатын едіңіз. Туалетте отырғанда миллион. Туалетте түрсемен отқанда миллион алатын едіңіз. Кредит жасын құтылар осы. Не сұрамадыңыз? Не алды? Ой, бля. Бұл шынайы программа ғой. Анау жұрттарды сияқты қалам балам емес. Отырып емес дейсің ғой. От души ғой. Конечно. Мальдив дегенде шын. Мальдивта шын айтпақшы. Бля, ойлап отырмын. Тез үйлен, Рамазан айының бітуіне 15 күн ба? Қанша қалды? 15 күн қалды. Ну, да. Уақыт тик-так. Болды. Бля. Отыра салу керек та, жарты сағат, бір сағат. Қанша теңге ұтып алдыңыз енді? Білмеймін қазір. Соған гонорарымнан екесіне шықты деймін. Қазір көрейінші қазір. Екесі аз шықты деймін. Қазір көрейінші. Аға, уже санақ қойдың. 20. Көрсағың ба не? 30, 40. 40 мың теңге болды. Нормально. Бляш. Көрдіңіз, 500 мың миллионнан айырып қалдыңыз. Бля, мен шеше. Қайтадан түсіреміз ба? Уже поздно ғой. Никак төлемейді амын. 40 мың. Мен 100 мың деп ойым ғой. Не болды шеше? Шеше. 40% нормальный. Зато келесі бойыстар. Шеше деп айтпаймыз деп келістік қой. Штраф. Или что там, Тоңқай? Давай. Камерасыз көттен шоу бітті ғой. Болды, давай. Камера өшкен ғой. Келіскен шешеді қойдыңыз ғой енді. Жігіт сөзін тағатпайын. 3 рет айт, 3 рет деп. Го. Камера бәрі жазылып тұр. Давай. Қорқырсың. Бол, камера өшіре саңдар бол. Өшіресің. Кел. Осы? Ой. Сен жасыл емес пе? Бұл кісі де енді келісіп натуре қол алған екен ақша беріп отыр ғой 40 мың теңге.